Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бұл каналда мен Мақпал. Бүгін біз сәбіз пирогын дайындайтын боламыз. Дәл қазір бастамас бұрын осы видеоға лайк басып және жазылмаған болсаңыз, жазылып кетуіңізді өтінемін. Ал кеттік, бастаймыз. Толық рецептін видеоның астына қалдырамын. Алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне өсімдік майын құйып, қайта араластырамыз. Үстіне бір шымшым ванилин себеміз және үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, қайта араластырамыз. Оның үстіне қопсытқыш, корица және ұсақталған грек жаңғағын салып араластырамыз. Оның бір бөлігін қосып, миксермен араластырып аламыз. Және оның үстіне ұнның қалған бөлігін салып, қайта жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырғанда жабысқақ болып шығуы керек. Енді дайын болған қамырымызды дайын формамызға құямыз. Және бетін тегістеп жаямыз. Және духовкаға 180 градусқа шамамен 30-35 минутқа қалдырамыз. Ал енді кремне қаймақ пен қант ұнтағын ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Дайын кремді піскен пирогымызға әсемдеп құйып шығамыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып ұмытпаңыз. Менен тағы қандай видео күтесіз, комментарийға жаза кетіңіз. Сау болыңыздар.